Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Қандай заттар үйге жағымсыз энергия әкеледі? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Жағымсыз энергия жиі ауыру, жақындарыңызбен ұрысу және тұрмыстық проблемалардың туындауына үйіңіздегі нашар энергия тарататын заттар себепші болуы мүмкін. Отбасыңызға не нәрсе жағымсыз әсер ететінін ведикалық астролог Вероника Волкова айтты. Бұрыннан үйдегі кей нақты заттар сәттілік әкелсе, басқалары керісінше жағымсыз энергия береді деп саналған. Жүйелі түрде үйді тазалау және жағымсыз энергия тарататын заттарды арылау маңызды. Бірінші, сынған заттар. Ведикалық астрологияда Сатурн ең қатаң тәртіпті жақсы көретін планета. Ол ластықты, ретсіздікті жақсы көрмейді. Ол өміріңізге уайым-қайғы, бақытсыздық пен аурулар әкелуі мүмкін. Сатурн қарттықты және ескі заттарды басқарады. Сондай-ақ ол барлық сынған, жыртылған және лас заттарды басқарады және ол нашар энергия таратады. Мұндай заттардан арылған жөн болып келеді. Егер сізге қымбат нәрсе болса, онда оны барынша жылдам жөндеп алыңыз. Екінші, қолданылмайтын заттар. Жағдайы жақсы заттар да айналып, энергетикалық сорғышқа айналып, өміріңіздегі сәттілікті жұтып ала алады. Егер қандай да бір затты бір жыл немесе одан да көп уақыт қолданбасаңыз, ол қажет емес затқа айналады. Оны қолданатын адамға немесе мұқтаж жанға беріңіз, немесе сатып жіберіңіз. Сондықтан да жылына бір рет болсын үйге толық тазалау жұмысын жүргізу өте маңызды. Үйді әр ылғал тазалаған сайын балғындық, тазалық және игілік энергиясы келеді. Сумен бірге жиналып қалған ластық қана емес, барлық энергетикалық негативте жуылып кетеді. Кіреберіс есігінің тазалығына аса мән беріңіз. Сондай-ақ кіреберіске қоқыс қоюдың қажеті жоқ. Ол сәттіліктің келуіне кедергі жасап, үйіңізге жағымсыздықтар әкелуі мүмкін. Үшінші, декор. Үйді безендіретін заттарды мұқият таңдаңыз. Картиналар, мүсіндер, маскалар, бұлардың барлығы үйге өздерімен бірге әртүрлі энергия әкеледі. Дөрекі, немесе қара, немесе жағымсыз мағына беретін заттардан алшақ болған жөн. Үй біз демалатын, қалыпқа келетін, тамақ ішетін және ұйықтайтын жер. Бұл жер біздің санамызбен тығыз байланыста болады. Үйдегі барлық нәрсе бізді қуантуы, тыныштандыруы және демалтуы керек. Үйдегі энергетиканы қалай тазалауға болады? Үйдегі энергетиканы тазартуға тұзды шамдар көмектеседі. Оларды жатын немесе балалар бөлмесіне қоюға болады. Сондай-ақ үйге жағымсыз энергия әкелетін 3 ойға келмейтін нәрсе. Бірінші, өрмекші. Өрмекші үй тұрғындарына теріс энергияны көп әкеледі. Зерттеулер өрмекші үйдегі адамдарға өте жағымсыз энергия әкелетінін дәлелдеді. Сосын сіз оларды туылғаннан кейін бірден өлесіз. Кішкентай өрмекшілерге келетін болсақ, олар үйден шыққаннан кейін олардың жұмыртқалары, олар өздеріне қамқорлық жасайтын ана мен әке таппайды. Сондықтан олар аштықтан бірін-бірі жейді. Ал үйде жалғыз қалғаны аштықтан өледі. Сондықтан олардың сіздің үйіңізде болуы кедейлік пен теріс энергия әкеледі. Және сіз ол және сіздің отбасыңыз. Екінші, шайқастарды тазалау. Сыпырғышты, тазалағыш құралдарды және жуғыш заттарды жасырып, жабық шкафқа салу қажеттілігі. Өйткені бұл құралдар сәттілік әкелмейді және сіздің өмірлік энергияңызға теріс әсер етеді. Егер олар сіздің үйіңізде шашыраңқы болса, және ол сіздің стресске түсіруге көмектеседі. Үшінші, үйді желдету. Күзде ұзақ уақыт бойы үйді желдету. Үйдің энергиясы мен адамның энергиясында үлкен теңгерімсіздік пайда болады. Осылайша ішкі тепе-теңдік пен иммундық жүйе бұзылады. Күзгі ауа бауырды және ащылықты шаршатады, шашты әлсіретеді, оқшаулауды арттырады және депрессияға түсіреді. Жылдың осы мезгілінде жұлдыздардың астында ұйықтау денеге ысқырық деп аталатын. Сонымен қатар теріс энергиядан қалай арылуға және үйдегі позитивте адам ашық жерде немесе ашық терезенің жанында қалай арылуға және үйге позитивте энергия әкелуге болады деген сұраққа жауап бере кетейін. Әйелдер күніне арналған таңдауда үйге жағымды және жақсы көңіл
қалай әкелуге болады? Жеке пәтерде өзіңізді бақытсыз сезінуден жаман ештеңе жоқ. Әрине, кез келген адамда жаман күні болады. Бұл жақсы, бірақ егер сіз үйде болсаңыз, сіз үнемі депрессия жағдайында болсаңыз, қандай да бір шара қолдану керек. Мысалы, фэн шуй әдістерін қолдана отырып, теріс энергия кеңістігін тазалаңыз. Бұл сіздің үйіңіздегі теріс энергиядан арылуға көмектесетін бірінші қадам. Бұл қарапайым. Барлық терезелерді ашып, жобаны жасаңыз. Сыртта өте суық болса да, осы уақытта бүкіл пәтер таза ауаға толып, жастықтарды қопсытып, көрпелерді сілкіп тастайды. Неліктен ежелден рухани медитация үшін қолданылған қош шашты түтіннің дәмін татып көрмеске. Айтпақшы, жеке өсу бойынша жаттығушы Сильвия Крисман Нага шампа хош иісін қолдануға кеңес береді. Ол жиі медитация үшін қолданылады, өйткені ол тыныш және тыныш атмосфераны құруға көмектеседі. Екінші, барлық сынған заттарды тастаңыз. Егер сіз жақын арада сүйікті орындықты жөндейтін болсаңыз да, ойланыңыз, оны ұстауға тұрарлық па? Сынған заттар сіздің үйіңізге тоқтаусыз және теріс энергия әкелетінін білесіз бе? Үйді қызғылт немесе сары көңіл күй қалыптастырыңыз. Апартаменттерге апельсин эфир майын себіңіз. Бұл күлімсіреме күн сәулесіне ұқсайды. Сонымен қатар, сіз жалғыз емессіз деген сияқты. Фэн шуй маманы Ан Гичо атап өткенде, апельсин эфир майы теріс энергияны тазалауға ғана емес, көңіл күйді көтеруге де көмектеседі, және тазалауды мүмкіндігінше тезірек бастаңыз. Есіңізде болсын, қажет емес заттар, кір, шаң немесе қоқыс көп энергия жинайды және біздің өмір жолымызды бөгейді. Оның үстіне былықтың өзі сізді шаршатады және ашуландырады. Үшінші, үйді шалфеймен тазалаңыз. Нашар энергияны кетірудің тағы бір танымал әдісі. Шалфейге от жағып, жалынды өшір, тек түтін керек. Ол бөлмені жаман энергиядан тазартуға көмектеседі. Есік алдында темекі шегетін үйді айналып өтуді бастаңыз және сағат тілмен жүріңіз. Үйді аралап жүріп, жағымды нәрселер туралы ойлап, арманыңызды елестетіңіз. Төртінші, кеңістікті кристалдармен қорғаңыз. Өкінішке орай, мұнда сіздің сүйіктілеріңіз емес, белгілі бір тастар қажет. Фэн шуй мамандары үйде негативті кеңістікті тазартатын қара турмалинді немесе жағымсыз эмоцияларды жағымды эмоциялармен алмастыратын раушан кварц сақтауға кеңес береді. Егер жақсысы, кристалдар электронды құрылғыларға жақын. Оларды бөлменің әр бұрышына және есікке қойыңыз. Қоңырау соғылсын және сізді позитивпен зарядтасын. Сондай-ақ тағы бір әдіс, үйдің бұрыштарына тұз салыңыз. Тұз үйдің бұрынғы иелерінің теріс энергиясын сіңіруге көмектеседі деп саналады. Ол бөлменің барлық төрт бұрышына құйып 48 сағатқа қалдыру керек. Содан кейін шаңшығырғышпен тазалаңыз, немесе сүртіп тастауға болады. Үйдің барлық беттерін сүртіңіз. Заттарыңызды жаңа үйге немесе пәтерге әкелмес бұрын барлық беттерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Бұл шаңнан құтылу үшін ғана емес, бұрынғы иесінің теріс энергиясын жою үшін де қажет. Сондай-ақ барлық өткір бұрыштарды жасырыңыз. Фэн шуйдегі ең маңызды ережелердің бірі үйдегі өткір бұрыштарды жасыру. Ол жасыру оңай емес, бірақ бұл тұрарлық. Позитивті энергия сізге дөңгелек үстелдер, шкафтар мен базалар арқылы келеді. Сондай-ақ айна беттерін қосыңыз. Егер сіз үйдегі оң энергия ағымын көбейтіп қана қоймай, ойыңызды тазартқыңыз келсе, үйдегі айналарды бейтарап түстерді ұстаныңыз. Әрине, қараңғы қанық түстерді толыққанды немесе ақылды адамдар ұнататынын бәрі біледі. Бізде қара, бургундия, қою қоңыр, басқа да ұқсас тондарға қарсы ештеңе жоқ. Бірақ интерьер декорациясында емес, үйде қолдануға бейтарап реңдерді қолданған жөн. Олар бос уақыттан кейін демалуға көмектеседі және кеңістікті арттырады. Сондай-ақ тағы бір әдіс, үйдің барлық кіреберістерін қорғаңыз. Яғни, энергия ағындары есіктер мен терезелер арқылы өтеді. Олар арқылы тек позитивтер өту үшін олардың тұтқалары мен жақтауларын лимон шырыны, тұз немесе сірке суының қоспасымен сүрту керек, ал теңіз тұзын олардың қасына қою қажет. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Энергияларыңыз көп болсын.
рахмет.